Қалайсыңдар? Біздегі вебинар болады. Соңғы күн ертең 3 миллион теңге бір айда челлендждің ертең нәтижесі шығады. Сонымен бөлісетін боламыз. Қазір сол осы айдың бүгін соңғы вебинар болады. Әзірше мен бір оймен бөлісіп жіберейін. Мен сториста айттым, что оказывается, мен мана автобуста отырдым да, ойланып қалдым. Оказывается, кезінде мен осы қазіргі жағдайымда, кезінде маған ол жағдай арман болған. Что біріншісі мен ютубқа видео салып өз ойымды айтам. Ютубта мен видеоларым болады, адамдар қарайды, бірдеңе алады, бірдеңе алмайды. В общем, главное менде өз ойымды айтып жатырмын ютубта да. Сол нәрсе бар. Потом екіншісі ол адамдарға, менімен құрдас болсын, разница жоқ, любой адамдарға. Бүгін даже мен үлкен ағаймен сөйлестім бүгін. Ол кезде де бір-бірімізге инсайттар айтып, екеуміз де бір-бірімізден бірдеңе алдық. Арамыз 50 жас. Да, даже сондай деңгей болып кетті, что мен ол кісіден мен явно аламын ғой, но ол да ішінде эгосы жоқ та, студент деп менсінбей қалған жоқ. Ол да бірдеңе алуға тырысты, оймен бөлісіп, пікір алмастық. Екіншісі содан адамдарға пайдалы болу, барынша көп адамға пайдалы болу, адамға барынша көмектесу. Болды менде басымда ой. Потому что адамдарға көмектескен кезде өзім бір андай мықты кайфтаймын, былай айтқанда. Сол нәрсе. Кезінде мен, потому что адамдармен сөйлесе алмаймын, сондай бір пассивный адам болдым да. Сол маған нәрсе арман болды, бір қатты сондай адам болғым келді. Мен қазір бүкіл Алматыда жүргім келді, басқа бір қалада, потому что көресің ғой, айтады ғой, дискомфорт өзінің қаланы ашып кет, басқа үлкен қалаға бар деп айтады да. Допустим, Санкт-Петербург бір ауылдан Москваға кел деген сияқты. Сондай ретінде бізде Алматы болды. Соған барғым келді. В общем, қарасам, кезінде маған арман, мектеп кезде арман болған нәрселердің барлығы қазір уже сол арманға жеткенмін, оказывается. Бір кезде байқамай қаламыз да, кезінде, что біз осы нәрсені армандағанымызды. Бана просто мен басыма есіме түсті, тайыр осыны сен армандадың. Автобусқа келдім, просто тупо алды, есіме түсті. Тайыр осы арада осы нені армандадың ғой. Сразу есіме түсіп кетті, армандаған, мен осындай болғым келді. Бүкілі орындалып жатыр да. Менде тағы да бір андай не болды да. Инсайт болды, что айтады адамдар армандаңдар, арманда орындалады. Оказывается, шынымен солай. Просто адамның миы қаяққа дейін барады. Дәл сол миы сенің армандай алса бір нәрсені, сен қалай өмір сүріп жатсың, қалай семья құрасың, қалай үлкен семья болдың. Миға, ол сенің миыңа қонымсыз миға сыймайтын нәрсе емес. Бір миыңа сыйып, миың соған дейін бара алса, сен шын өмірде соған нәрсеге бара аласың, потому что ми ол андай кейбір адамдар вообще, допустим, андай үлкен үйлер туралы, не туралы вообще ойламайды да, біреулер ойлап жүреді. Кім ойлайды, сол барады, кім ойламайды, олар бармайды. Но көп жағдайда емес, ең бірінші шаг, ең бірінші қадам армандай білу да, ең бірінші қадам. Ол нәрсе көп адамда да жоқ. Так что армандау оңай ғой, армандасың, Феррари, Ламборгини, как будто оңай сияқтар, но кей адамдардың басына ол да келмейді да. Просто бұл жердегі айтатын ой, бүгін 31-ші күндегі айтатын ой, просто армандаңдар. Әзірше армандаңдар. Армандағаннан кейін сендер миға ресурс бересіңдер, что сендер шешім қабылдау керексіңдер да, мен сондай болам деп. Шешім қабылдамайынша просто арман болып қала береді. Орындалуы мүмкін, бірақ ұзақ мерзімде да, 30 жылдан кейін орындалуы мүмкін. Сол үшін тез жету үшін сен қазір шешім қабылдап, қазір жүру керексің. Оны бүкілі мен когда адамдарға айтамын ғой, любой ақыл, любой ой, бір инсайт бірді айтамын ғой, мен всегда өзімнің ішінде өзім жасап көрген, өзімнің басынан өткен нәрселер айтамын. Андай инфо-цыганствомен айналыспаймын, который алып неға бет передавать ететіндей, ондай емес. Жасап көргеннен кейін мен айта аламын да. Просто бұл жерде ең бірінші қадам армандаңдар, екінші қадам сразу іс-әрекетке көшіңдер. Іс-әрекет тезірек көшсеңдер, тезірек жетесіңдер. Бұл банальный нәрсе, очевидный нәрсе, но ол шынымен солай. Когда ойлайсың, банальный нәрсе ғой деп, бірақ ол рабочий да. Андай да, адамдар өмірлерін қиындата береді да. Бір формула дейді, формула жоқ та, формула все гениальное просто дейді ғой, сол сияқты да. Қиындатпа деген сөздер шығып кетті, потому что бүкіл түсінді, что қазір қиындатпай просто тупо жасау керек. И сен жетесің. Қандай өмір қалайсың, любой жете аласың. Просто сенен іс-әрекет керек, қадам керек, нәпсімен дос болу керек, самое главное, сенің қасындағы ең мықты партнерің, саған күш беретін ол нәпсің.
сонымен дос болу керек. Когда сен отношения бәрін дұрыстай аласың, саған оңай болады жол жүру. Саған күш беретін адамдар болады, энергия беретін адамдар болады. Сен көп 90% почти энергияны 100 болмаса саған нәпсің береді да. Ең бірінші диалог с самим собой деген Америкада айтылатын сол нәрсе. Когда сен өзіңнің ішіндегі адаммен жақсы қарым-қатынас қабылдайсың, ішіндегі досыңмен, энергия беретін досыңмен, потом сен сол екеуің болып дальше жүресіңдер. Бүгінгі айтатын ой осы, что бірінші шынымен армандай біліңдер, ең бірінші қадам армандай біліңдер, и ол нәрсенің барлығы орындалады, потому что менен солай өткен, мен оны байқамай қалдым, маған қалай Құдай берген сол нәрсе, армандаған нәрсенің бәрін, ал негізі ол нәрседе бәрін болады екен. Бүгінгі 31-ші күннің мен алған инсайтым осы: армандаңдар, армандар орындалады. Давайте 31-ші күн. I be feeling like I won a lotto, whole lot of money that I gotta follow. Now I be waking up next to a model. I be a legend, I be like Picasso.